Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Аталмыш өтірік фейк тәуелсіздігінің қызығын қазақ халқы көрген жоқ. Аталмыш фейк тәуелсіздіктің қызығын көруші ат төбеліндей қарақшылар мен ұрылар ғана. Олар анығында өтірік тәуелсіздік жариялап, шын мәнінде қазақ халқын ғасырлар бойы отарлап келген отаршылдармен астасып, ауыз жаласып, тіл біріктіріп отырып, қазақ халқын құлдана түсті. Және сол Орыс Қытай отаршылдарының өкілі, кәдімгі солардың менеджері болып, қазақ халқын колонизациялық өмірде жалғасты өмір сүруге, құлдықтың қамытын жалғасты кие түсуге мәжбүр қылды. Біздің шындығымыз осы. Сондықтан бұл тәуелсіздік туралы 2009 жылы менің жазған кітабымда мен жартылай отар, жартылай тәуелсіз Қазақстан деп айтқан себебім сол. Ол кез Назарбаевтық кез еді. Ал қазіргі Тоқаевтық кез анығында жартылай тәуелсіз, жартылай отар емес, шын мәнінде толық отар мемлекеттік заман. Ендеше бұл сөзіміздің қыры мен сырын көп жұрт түсінгісі келмейді. Образдап тұрып айтайық. Сен мына жақта сирағыңды кеміріп аш отырсың. Ал ана жақта біреу тойынып, кекірініп, жамбаспен жалды, жаяны, қазы мен қартаны итіне ермек ретінде тастап отыр. Сен мына жақта ішер ас, киер киім таппай, жаныңды жеп отырсың. Екі ұйқыңды жұлып жеп, бала-шағаңды асыраймын деп, қарақан басың аппа қазаннан қара кешке дейін тыным таппайды. Кредит дейтін бәле бар. Ол көрінбейтін қамшы. Баяғыда басында ажырғысы, аяғында кісені бар, зеңгі құлды қамшымен ұрып отырып, арқасын тіліп отырып жұмысқа салған болса, бүгінгі банктың кредиті тура содан бір мысқал кем емес. Сен баяғы заманның ажырғылы, басы байлы, кісенделген құлынан жамансың. Банктегі кредитіңді төлемегенің, қожайынның тапсырмасын орындамаған құл сияқты болғаны. Өздігіңнен таңертең орныңнан безгек қағып тұрып, қара тұяғыңнан қал кетіп, тұмсығыңнан шаншылғанша жұмыс істейтін себебің осы. Өзіңді өзің кінәлайсың. Мен ебін таппай қалдым. Әттең жас күнімде адвокаттық оқысам, заңгерлік оқысамшы, әттең жас күнімде битсемші, әттең анандай қылсамшы деп өзіңді кінәлайсың. Қиналып жүріп, тәтті армандарға бөгесің. Биткен болсам, жақсы өмір сүрер медім, әйткен болсам, жақсы өмір сүрер медім деп. Оның барлығы бекер. Сенде кінә жоқ. Кінәнің барлығы қазақ халқының үмітін селге кетірген, алдаған Арамза Назарбаевтық жүйе және соның командасы. Назарбаев қолдан өсіріп, қолдан жеткізген мың-сан кланның біреуі болып, бүгін Қазақстанды билеп отырған Тоқаев және оның айналасы. Саған жер шарында ешқандай мемлекетте жоқ жоғарғы пайызбен кредит беріп отырған банктердің барлығы дүниежүзілік банктерден 0%-дан 2,5%-ға дейін ақша алады. Жылап еңіреп біздің халқымыз кедей еді деп, ана келісім, мына келісімнің бәріне қол қойып, қыз-текелерді үйлендір десең үйлендірейік, некесін қи десең некесін қиып берейік деп, жылына бәленбай мың жетім баланы асырап бер десең асырап берейік деп, сол келісім шартының бәріне қол қойып, мың-сан сектаны қаптат десең қаптатып берейік. Қазақты аздыра берсең, тоздыра берсең, бәріне ләббәй бегім деп, бас шұлғымын деп отырып, сол халықаралық келісім шарттың бәріне қол қойып отырып,
сол банктерді жасап отырған да сол сұмырайлар. Болмаса қазақтың пысық бай жігіттері аз емес тұғын. Дүниежүзілік банктерден 0% бен 2%-лық кредит алып, қазаққа 0,5% қосып, 3% бен берсең де, бұл қазақ дүниедегі ең пысық, ең кәсіпкер халықтың бірі болып шыға келетін еді. Жоқ, сіздің 1 миллион теңге кредит алып, 2 миллион қылып қайтарып, немесе 1 миллион теңге кредит алып, 3 миллион қылып қайтарып жүрген бұл кредитіңіздің барлығы 100%-да 200%-ды қойсын. Банктердің жарнамасында айтылған 25%, 30% дегеннің бәрі өтірік. Ал шын мәнінде ана комиссия, мына комиссия сіздің өсіміңізді есептеп айға бөліп отырған үшін айына мынша қосты дегеннің бәрі қосып кеп жібергенде, сіз бір алғаныңызды 2 еселемей, 3 еселемей банктен құтылмайсыз. Ал бұл банктерді неге 2-нің бірі құрмайды? Неге халықаралық қаржылық алпауыттар Қазақстан нарығына кіре алмайды? Себебі Қазақстан дейтін аталмыш фейк тәуелсіз елді сол Назарбаев, Тоқаев кландар бөлектеп алып, әлгі халықаралық алпауыттармен келісіп, сендерге біз мұнша пайыздан пайда беріп отырамыз деп, әлгілердің бір көзін ашып, бір көзін жұмып отырған себебі содан. Сөйтіп, Қазақстан халқы жер әлемнің ешқандай халқы төлемейтін пайыздық төлемдерді төлеп отыр. Бірақ Қазақстанда бір завод ашылмайтыны, бір өндіріс жүрмейтіні, бейшара сорлы қазақтың кең байтақ далам дейтін, Алтай мен Атыраудың арасы ұшқан құстың қанаты талатын дейтін, сол ұлан-ғайыр даладан бұл қазақтың тірісіне жер, өлісіне көр бұйырмай отырған себебі де сол тойымсыз Назарбаев билігінің кесірінен. Енді қараңыз. Бұның барлығы сол отаршыл орыс пен Қытайдың менеджерлері Назарбаев, Тоқаевтың қазақ халқына мәжбүрлеп таңып отырған құлдық өмірі. Аш, жалаңаштық, кедейлік, жұмыссыздық, қаптаған жезөкшелік, қылмыс, ұрлық, қарлық, тонау, бандиттік, барлық жерде жең ұшынан жалғасу, ұйымдасқан жемқорлық, парақорлық. Міне осының барлығы халықты тек қана езе түсу үшін жасаған дүние. Ең қарапайымы көше толы камера, аттап бассаң айыппұл, тіпті көше толы жол сақшылары, жол полицейлер. Неге? Халықты үреймен ұстау керек. Сары сызықты доңғалағың басып кеткенің үшін бәлен айыппұл. Мына жерде битіп қойдың, әне жерде айтып қойдың. Мына сызыққа жақын тоқтап қойдың, жеткілікті. Шырағыңның мынау жанбай қапты, анау өшіп қалыпты. Бұның бәрі айыппұл. Аттап бассаң бәле. Аспаннан да бәле, жерден де бәле, оңнан да солдан да бәле. Қаптаған қалың айыппұлдар, қаптаған қалың бәле жала, қаптаған қалың сүмелек пара. Бұның барлығы халықты психикалық шаршату үшін жасаған дүние. Халықты әбден психикалық шаршату үшін әлгіндегідей қатаң жүйе жасап қояды. Сен ойлайсың, мен білмей қателесіп жолды қате жүріп соған айыппұл төледім деп. Жоқ. Америкада мынау ең үлкен мегаполис, дүние жүзіндегі ең ірі мегаполис болатын Нью-Йорк қаласының өзінде камералар өте санаулы. Сол камераның 77 әкесін Америка жасайды. Бірақ Америка халқын өйтіп, отырса опақ, тұрса сопақ қылып отырған жоқ. Жылдамдықты ескертетін жерде ескерту тақтайшалары тұрады да, камера бар жерде камералар тұрады. Бірақ аттап бассаң, отырсаң опақ, тұрсаң сопақ қылып түртпектеу жоқ. Неге? Халық еркін өмір сүріп үйренген. Қос сызық